Енді кімдер шахидтер деп сұраған кездер болған. Инна шухада уммати идан лиқали қалу фаман хум я расулаллах. Пайғамбар айтты, қал ман қутила фи сабилилlah фахуа шахид. Алла жолында кім өлтірілсе ол шахид деді. Алла жолында деген сөз бітті. Намазға келдіңіз бе, Алла жолында ол. Жұмысыңызға кетіп барасыз ба, Алла жолы ол. Өйткені бала шағаның нафақасын Алладан сұрап іздеп табу біздің міндетіміз, ер азаматтардың. Нафақа табу ол Алла жолы. Барып адал еңбек етіп жұмысқа кетіп барасың. Сөйтіп біреу машина қағып кетті ме, біреу мысалға, ажалың келіп өлдің ба мысалға жолда, жан тапсырдыңыз, ол адам шахид иншалла. Өйткені ол ниеті солай болды, Алла жолында. Алла жолында мен аял бала шағама нафақа іздеуім керек. Алла жолында мен білім алуым керек, нәпсіммен күресуім керек, надандықпен күресуім керек деп, Алла жолында деген бауырлар, бұл сөз өте ауқымды сөз. Алла жолында деген тек қана қолыңа қару алып біреумен соғысу емес. Алла жолында деген бұл өте ауқымды сөз. Уаман мата фи сабилиллах фахуа шахид. Кім Алла жолында қайтыс болса ол шахид деді. Уаман мата фи таун фахуа шахид. Және жаңағыдай оба ауруымен қайтыс болса үмметінен ол адам шахид деді пайғамбар алейхиссалам. Уаман мата фил батн фахуа шахид. Кімнің іші ауруымен қайтыс болып кетсе деді, ол адам шахид деді. Міне осындай бірнеше нелері бар екен, түрлері бар екен, осы үмметке берілген.